Сайгы серджелер хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалышам. Керич көпірінде блокпостлар кіріп чыққанлар сайысы 2 қат азлашты. Қартлар евде отырмақ керек, ишғалчылар пенсионерлерге білдірмелер тарқата. Көпегі олмаса да кезлев сакені ойынжақнен кезмеге чықа. Күтлеви тедбірлерді иштирак ету бұ Қырым бірдемлігіне ве Қырым татар қалқына да бір басқы дей активист Нури Абдурашитов. Ишғалчы полис хадимлері оның веда бір активист Нариман Тимиркалиевнің евіне келіп, күтлеви тедбірлерді иштирак ету үшін жеза кесілежегіні білдірділер. В районе 10 часов ночи ко мне приехал сотрудник полиции. Геже саат онларға яғын полис хадими келіп бір хач суал беріп, яса хақында весиға оқу жақолды. Весиқада қанусыз митинглер, пикетлер, акцияларда иштирак етмеге ясақ етілгені ақында язылған еді. Бұның мана не әліқасы бар деп сұрағанда, о мана бол еді. 18 май сияқынлаша. Анығаныма көре бұнын бағлы. Менімше бұл Қырым бірдімдігіне, оның файлеріне ве бұтын Қырым татар халқына қаршы басқыдыр. Туневын ишғалчы полислер Бахчисарай районында яшаған активистлер Нариман Тимиркалиев ве Нури Абдурашитовға күтлеви тедбірлерді иштирак ету ваққында тенбиелев кетірділер. Ишғал етілген Қырымда да 2 кіші коронавирус тапылды. Буақта Русия незаретіндегі Қырымның ел башчысы Сергей Аксенов хабер етті. Умумен ярымадада 18 инсан ве Ахяр шерінде 5 инсан вирусқа яқаланды. 2 кіші енді тедавиленіп, кезлев веса хастаханелерінден чықарылдылар. У нас за сутки 2 новых заболевших. Сонке күн içinde да 2 адам хасталанды. Бірісі Москвадан қайтып келген Қырым сәкені, екіншісі есе Қырымға сөйлеріне келген Москва сәкені. Эксінде де диагноз таздықланды. Бүгінде қастағанларының сайысы 18 олды. 2 инсан хастаханелерден чықарылды. Умумен 2998 адам шымдыты бей бақым алтында бұлына. Олардан 83-і қастаханеде, 15-і обсерваторийлерде, қалғанлары исе евде. Бұ ақта ишғалчы Қырым сағлық сақлав назирі Игорь Чемоданов хабер етті. Әпсі олып 2998 кіші әкемлердің незареті астында. 2915 адам дайми незарет астындалар. Обсерваторда 15 кіші бар. Қырым сакинлері дачаларға кетмек үшін өз машиналары яда жемат нақлиятынен қолана білежек. Бұнен бераберлікте тюкяндыға хастаханеге бармақ ве хасталарыны, қартларыны ве ярдымға мұқтач олған инсанларыны йоқламаға мүмкін олажақ. Бұл ақта коронавирусқа қаршылық штабының топлашу вақтында сөзде Қырым үкіметінің рейсі Юрий Гацанюк айтып берді. Что касается дач. Язлық evlerге келгенде бүгінде анда енді бар тарла ишлері башланды. Бірлері фидес ача, бірлері картоп. Өз язлық evlerінде кенделеріні айырып тұту бұтаби снас. Анда эв айванлары да бар. Шының үшін анда бармақ мүмкін. Ама егер полис хадимлері yolda тоқтатса, сіз мұтлақа кеткен еріңіздің адресіні айтмақ керексіз. Ишғал етілген Қырымда карантин. Хуветчілер тижари ноқталарыны қапата, қартлар исе евде отырмақ керек. Бұны мақсус патруль ве көзетежелер контроль етежек. Башқа денішмелер ақында левхамызда. Так, внимание, торговля! Цветы – это не продукты питания. Покинем улицу Борзенко. Қырымда тижарет ерлер қапатыла. Тек азық түкенлері çalışacak. Түтен сатыжылары алыш-вериш әтіжеклер. Подлежащие обязательной сертификации табачные изделия относятся к продовольственным товарам. Вот это распечатайте, пожалуйста. Я вам отправила на Вайбер. Не, себе в магазин распечатайте и при кассовой зоне, потому что у людей будут возникать вопрос, почему торгуют сигаретами. Хорошо. Техникасы тюкяны профильны денештырды. Вот респираторы разных моделей, разных масок, такие как на мне сейчас, лепестковые и так далее. Они их специально заводят. Ну, хоть обработать ее. Ну, туалетная бумага это не является, она сейчас есть везде и так далее. Тогда ограничить доступ в основной зал, да. А это продавать можно. Все. То есть я сейчас перфоратор у вас купить не могу? Нет, не может. С 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя.
Убедительно просим отнестись к принятым в Крыму мерам со всей серьезностью и ответственностью. Напоминаем, что на полуострове в связи с распространением коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Сохраняйте спокойствие, помогите пожилым родственникам и одиноким соседям с закупкой продуктов. На улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, которых они призывают находиться по месту жительства. Devreciler boş sokaklarda kartlarını kıdırıp yürüyor. Аптекаларда маскалар yok. Провизорлар ise herkes özü maska yapıp bulması için marla teklif etti. Можно сшить маску. Да. Сколько в одной упаковочке их 5 штук. Стоимость 60 рублей всего лишь. Давай возьмем. Ну, конечно. Да. Хоть такой выход. Выгоднее сделать самим, чем продают вот это. Ну, спасибо. Хоть у вас что-то нашли. В какой цене? Сейчас. Сколько вам таких? Так, мне одну. Одну? Да. А мне штук 10. Карасу базар районында 2 кіші изоляция режимini бозғаны үшін обсерваторға ятқызылды. Бұны Қырымның созды полиц башлығының муавені Александр Смаглин хабер етті. Бұндан ғайры Кореядан қайтып келген бір қызға 15 000 рубле пара жазасы язылғанын білдірді. 2 нарушили режим самоизоляции. Эки адам өз өзіні жеметін айырып тұтув режимні бозды. Бұл Қарасу базар района ве шерінде олды. Экесі де мемори месулетке чекілді ве обсерваторыға ерештірілді. Бұндан ғайры да бір адам месулетке чекілді. Ама обсерваторыға ерештірілмеді. Незарет астында олғанлардың режимі бозылды. Әркес мечбури таразда обсерваторыға ерештіріле мемори жазалар, жүремелер қоланыла. Мисал оларық, Жүнебей Кореядан келген қыз месулетке чекілді, әмді обсерваторға ерештірілді. Ахмеждет авалиманының 2 қызметшісі yüksek sıcağı olmasına bakmadan bir kaç gün devamında işe çıktı. Bunu sözde Kırım Nazirler Şurasының baş muavini Yulia Жукова ifade etti. Onun sözlerine Kore şimdilik olarını işten uzaklaştırdılar. Что касается работы аэропорта. Авалиманына келгенде о әр вақыт кебе çalışа. Түневін 2 хадимде sıcağı көтерілді. Олары қанда малюмат Роспотребнадзорға берілді. Ұзақ ве қысқа месафеге қатнаға тренлерді керекли тәдбірлер кечірілі. Шәр этрafı тренлерінде yolcular ақыны пек азлашты. Эвел бідіргеніміз көбі Краснодар өлкесінен арамызда тренлер шындырек қатнамай. Кирич Анапа, Кирич елу бойынша да тренлер қатнамай. Ве элбетті Қырым Жумхуреті içinde дее шәр этрafы тренлері мигдары азлаштырылды. Тек белли бір мосислердің хадимлері ішке барып олмалары үшін саба ве ақшам рейстері ола. Машиналар аққамы сонки сынырылардан сон баяғы экселді. Сонки бір күн içinde Кереч көпірінден 1578 машина keçті. Контроль ноқталарында айдавчыларының весиқаларыны бақып, sıcağını өлчейлер. Блокпостлар насыл çalışқаныны келіңіз левхамызда сейретейік. Апрелін 2-сінден башлап Кереч көпірінде блокпостлар тура. Ярымадаға тек Қырым мекен қадынен еберелер, яда Қырымда мүлкеті олған руселілеріні. Тормозят всех без исключения фуры, личный транспорт, проверяют температуру, проверяют документы. Кечінде Кереч көпірінден бірчақ машина еберелмеді. Бұны Қырымның işğalbaşı білдірді. Нәқлият аққаны 2 қашек сілді. Мардын 31-сінде көпірден 6301 машина keçті. Апрелін 1-інде 5126, апрелін 2-сінде ise 3359 машина keçті. Кереч көпірі янында фырлардан таханықлық пейда oldu. Блокпоста казаклар небетчілік ете. Кереч юғуш қастаханесінің екемлері ise yok. Қасталық алеметлерінің әркес ерлеті дайвилев мосесіне алып кетірілежек. По мосту мы не участвуем в организации поста и осмотра въезжающих и выезжающих из Крыма людей, жителей нашей страны. Но единственное, в случае повышения, выявления повышенной температуры, признаков воспаления, кашля, после осмотра этих людей, они будут направлены по скорой помощи к нам. Шарайт мында онайтлы дагыл, чөнки Кереч юхуч хастаханеси тахминин 40 елдан берле тамир етілмеді. Хаберлер Юа Қырым. Қырымның işğalcı hakimiyeti erkesini Zencefil yani İmbir yerinde бақла ve ашлыққа keçmege çağırdı. Boyle fikrini işğalcı koy hocalığı naziri Andrei Lyumshin seslendirdi. Имбирь
Вы знаете, что это не наша культура. Зенчефил бізің өсімлік олмағаныны білесіңіз ме, жоқ ма? Ve 5 yıl onun hakkında kimse bilmeydi. O Mısır, Türkiye ve Argentina'dan getirildi. Bugün de teslimat Novorossiysk tarafından edildi. Ana şu halkanlarına getirdiler. Bu memleketlerden olgan mukavelerde bazı meseleler çıktı ve şimdilik andan teslimat olmaydı. Nenin onu değiştirmek mümkün? Zencefilde çok çınke var. Şimdi onu ne yerde tapabilemiz? Elbette bu burçaklı ösümlükler, ceviz, süt, yumurta ve açlıklar. Ev ayvanları olmagan, amma dışarı çıkmağa pek istegenler için oyuncaklar da kelişi. Temiz ava almağa istegen Kezlev sakini sokakka oyuncak kaplanin kezmege çıktı. Kameralardan video kaydı Kırım gazetasının YouTube kanalında yerleştirilgen. Bunin men sağlıklaşam, Facebook sayfamızga yazılınız, abone olunuz ve yanıtlarını takip etiniz. Muhayet olunuz ve bizle kalınız. Görüşmek üzere.